Біз комикстерден ерекше қасиеті бар Супермен, Сорвиголова, Росомаха, Флэш деген сияқты қаһармандарды білеміз. Ал шын өмірде де сондай ерекше қасиеті бар адамдар да бар. Сәлем достар, ендеше бүгін мен сіздерге ерекше қасиеті бар 10 адамды айтамын. Вероника Сейдер. Біз фильмдерден көздері мықты көретін адамдарды білеміз. Мысалы, Закалиный глаз, Стрела. Бірақ шын өмірде де ондай адам бар. Ол кішкентай заттарды алыстан көру бойынша әлем чемпионаты Вероника Сейдер. Тіпті 1,5 километр қашықтықта тұрған адамды да тани алады екен. Оның көздері қарапайым адамдарға қарағанда 20 есе қырақ екен. Бен Андервуд. Жарғанаттар эхолокация арқылы дыбыс шығарып, айналасындағы заттарды көре алады. Бен Андервудтың да қасиеті сондай. Эхолокация арқылы дыбыс шығарып, айналасындағы затты көре алады. Фильмдерде осындай қасиеті бар Сорвиголованы білеміз. Бен Андервудтың көзі рак ауруына шалдыққаннан кейін көрмей қалған болатын. Оның эхолокация күшіне қалай жеткені белгісіз. Өкінішке орай ол 2009 жылы рактан көз жұмады. Бен Андервуд Дэниел Киштің осындай күшке жете алған шәкірті болатын. Дэниел Киш те зағип жан, бірақ эхолокацияның күшімен бәрін көре алады. Дәл осылай басқа да зағип жандарға үйретеді. Дин Карназес. Фильмдерде жылдам жүгіретін Флэш пен Ыртутты білеміз. Дәл сондай қасиеті бар американдық Дин Карназес. Ол жылдам жүгірмегенімен ешқашан шаршамайды. Оған тек тамақтанса болғаны, энергияны қайта жинап, тоқтамастан жүгіре алады. Оның жетістіктерінің арасында жүгіру алаңында 80 сағат жүгіру және 50 штатта 50 күнде 50 марафонға қатысқан. Радж Мохан Найр. Тоқ өмірге қауіпті, бұны бәрі білет. 10 ампер күші бар тоқтың өзі адамды өлтіруі мүмкін, бірақ Радж Мохан Найрді өлтіре алмас. Марвел комиксіндегі Электро секілді тоқты денесі сезбейді. Ол ондай қасиеті бар екен 7 жасында білет. Анасы қатты ауырып көз жұмады. Бала өз-өзіне қол жұмсағысы келіп, столбаға шығып тоққа асылып тұрады. Кейіннен өзіне тоқтың әсер етпейтінін түсінеді. Оның денесі қарапайым адамдарға қарағанда тоққа 10 есе қарсы тұра алады. Джино Мартино. Суперменді бәріміз білетін шығармыз. Оған ештеңе де батпайды. Бірақ бұл кино ғана. Джино Мартиноның күші де осыда. Оның басы ауырғанды сезбейді. Кез келген нәрселерді сындыра алады. 5 метр биіктіктен теледидар лақтырса да басы сынбайды, керісінше теледидар сынады. Мишель Латито. Француздық бұл азамат жеуге жарамайтын заттардың бәрін жей алады. Терминаторды білетін шығарсыз, барлық мүше. Сол сияқты Мишель Латитоның асқазаны темір десек те болады. Ол темір жеуді 9 жасынан бастаған. Ең алғаш шамды жеп, достарын таңғалдырған. Кейін ол терезе, темір, теледидар, велосипед, резинка жей бастаған. Оның айтуынша бұдан кейін еш жері ауырмайды екен, яғни асқазан ауруы, жүрек айну. Асқазанына зақым келмес үшін су, май ішіп тұрады екен. Оның ішегі қарапайым адамдарға қарағанда 2 есе қалың. Тіпті бір ұшақта 2 жылда түгелдей жеп Гиннес рекордтар кітабына енген. Лю Тоу Лейн. Малайзияда тұратын зейнеткер Лю Тоу Лейнді жергілікті тұрғандар магнит адам деп атайды екен. Ол денесінде кез келген темірді жабыстырып ұстап тұра алады. Тоу Лейннің денесі 2 килограммнан артық көтере алмайды. Қызығы, бұл қасиет ұрпақтан ұрпаққа жалғасады екен. Баласында да немересінде де магниттік қасиеті бар екен, яғни Люди Икс фильміндегі Магнето сияқты. Бірақ темірді ауада емес, денесінде ұстап тұра алады. Вин Хофф. Голландиялық Вин Хофф төмен температурада тоңбай отыра алады. Капитан Холод пен Мистер Фриз секілді. Хофф мұзды суда отырып әлемдік рекорд орнатқан. Ол қыста қардың үстімен серуендеп, мұзды суға шомылғанды ұнатады. Өзінің бұндай қасиеті бар екенін 17 жасында байқаған. Хофф тибеттік йогалардың тумо медитациялық техникасын қолданады екен.
Ясоо Мачи. Самурайлар туралы фильмдер көрген шығарсыздар. Олар сияқты адамдар шын өмірде жоқ деп ойлағандарымыз да бар шығар. Дәл осы теориямызға қарсы шыға алатын жапониялық самурай Ясоо Мачи. Ол өзінің дәлдігімен қылышы арқылы кішкене ғана заттарды кесе алады. Тек қана Жапонияда емес, әлем бойынша қылышымен жылдам қимылдайтын адам. Мачи сағатына 300 км жылдамдықпен ұшатын пластикалық оқты да кесе алады. Дэниел Тэммет. Әлемде есте сақтау қабілеті жақсы адамдар көп кездесе бермейді. Олар математикалық есептерді де компьютерден бірінші шеше алады. Осындай қасиеті бар Бэтменді айтар едім. Оның да ақылы көп, бірақ ол комиксте ғана. Есептерді шешкен кезде мидың қалай жұмыс жасайтынын айта алған жалғыз адам Дэниел Тэммет. Дэниел үшін әр санның өзіндік мәні, түсі, формасы бар. Мысалы 289 саны жаман көрінеді, ал 333 саны тартымды, ал пи саны жетілдіреді. Дэниел есепті жоғары жылдамдықпен шеше алады. Ол әлемнің 7 тілінде сөйлей алады және өзінің де тілін шығарған. Дэниелдің айтуы бойынша, есептерді шығаратын кезде көз алдына кестелер келеді екен. Солар арқылы есепті оңай шешеді. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury, Клэквас каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарийға қандай видео күтесіз, соны қалдырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.